Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Осындай пряникті үй жағдайында жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қантымызды жылы сүтке қосып, оны араластырамыз. Содан кейін маргарин, жұмыртқаны салып, осылай араластырып шығамыз. Дайын болған массамызға сүтімізді құйып араластырамыз. Және де ұн мен қопсытқышты қосып, осылай біз тесто дайындаймыз. Міне тестамыз дайын, енді холодильникте 15 минутқа қойып қоямыз. Міне тестамыз дайын болды. Енді оны осының оқтаудың көмегімен осылай жайып шығамыз. Жайылған нанымызды осылай домалақ қылып кесіп аламыз да осыны духовкаға жібереміз. Міне пряникіміз дайын болды. Енді маған тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған Толғанай.